Біздің ұлттық ерекшелігіміздің басты символдары көк байрағымыз, төл құжатымыз және мемлекеттік тіліміз. Өзге елдер Қазақстан азаматтың ең алдымен осы құндылықтар арқылы танып біледі. Берекелі қоғам және мықты мемлекет құрудың тағы бір маңызды шарты бұл әлеуметтік әділдік. Онсыз ешбір сала дамымайды. Әділетсіз шығарылған шешім қоғамға іріткі салып, жұрттың наразылығын тудырады. Сондықтан ешқашан әділдіктен аттауға болмайды. Біз ішкі және сыртқы саясатта, жалпы барлық салада осы ұстанымды сақтаймыз. Өйткені бұл тұрақтылықтың, татулық пен тыныштықтың басты кепілі. Әділдік бар жерде заң сақталады, тәртіп бұзылмайды. Елімізге заң үстемдігі және мықты тәртіп ауадай қажет. Біз осы қағидаттарды басшылыққа ала отырып, жаңа қоғам құрамыз. Осы орайда ел ағаларының жастарға дұрыс бағыт-бағдар беруі аса маңызды. Басты құндылықтарымызды өскелең ұрпаққа байыппен түсіндіріп, санасына сіңіру бәрімізге ортақ парыз. Осында отырған азаматтар, сіздер де осы жұмысқа мол үлес қосасыздар деп сенемін.